Хей йоу! Бәріңе сәлем достар. Қалайсыңдар достар? Достар, бүгінгі видеода біз деген сіздерге топ 5 ойынды көрсететін боламын. Яғни телефоннан алған топ 5 өте қызық ойындар. Давайте достар, мен лайктарын басыңдар және де подписчикке етсіздер. Ал біз ойынымызды бастаймыз. Бізде 5-ші орында достар, өздерің білетін Лос-Анджелес Крисмас деп жазамыз. Онлайн деп осы GTA ұқсайтын ойын. Өйтіп Play Market'те смело тарта аласыздар. 5 орында тартқаннан кейін бұл ойын GTA-ға қатты ұқсайды. Графикасы да бар. Машинамен доп ойнауға болады, доп жер бар, карталары бар. Free Fire сияқты атысуға да болады. Өзің жер ашып жасай аласың, бір-бірімен жарыса аласың, достарыңмен ойнай аласың, онлайн ойын. Және де зомби апокалипсис ойнай аласың бастысы. Ал бізде 2-ші орында, 5-ші орында бұл айтпақшы, бұны тарту үшін 350 мегабайттарыңыз бос болу керек. 350 мегабайттарыңыз кетеді ол үшін. 4-ші орында бізде Gangster 4 деген ойынның міне бірінші тұрған Gangster, то есть 4 емес, Gangster Vegas Mafia Evil игры деген ойын. Бұл ойындар 2-3 гигабайт. Кімнің телефонын көтермейді, сынылған тарту қажет емес. Бұл ойын өте қызық ойын. Қараңыздар, бұны 100 миллион адам тартқан. GTA-дан аумай шығарылған мафия ойын. Бұл графикасы да жақсы ойын, өте керемет ойындардың біріне болып саналады. GTA-дан аумай шығарылған. Бір-бірлеріңізде мафия болып, машина айдап, достарыңызбен де ойнауға болады. Смело ойнай берсеңіздер болады. Ал бізде одан кейінгі ойын бұл Guns and Sports деген ойын. Бұл топ 3-ші ойын болып саналады. Және де бұл ойынды мен де ойнап жүрмін, өте қызық ойын. Бұл ойында достар, Guns and Sports деп 2 деп жазғаннан кейін бұл ойын шығады. Бұл ойын 500 мың адам тартқан. Бұл ойынның несі аз, өте көп жемейді, 160 мегабайттай. Достар, смело тартып ойнасыңдар да болады. Онлайнда ойнай аласыңдар. Достар, міне қараңыздар, мына жерде. Бұл ойынның графикасы жақсы жасалған, телефонға арналған, және де бұл ойынды мүлдем қатпайды десек те болады. Аттармен шауып, жануарларды өлтіріп, миссиялар орындайсың, қарақшы болып дегендей. Қараңыздар, өте керемет ойын. Осы ойын топ 3-ке кіреді деген ойдамын. Ал бізде топ 2-ші ойынға кеттік. Бізде топ 2-ші ойын, ол бізде Car Parking Multiplayer. Бұл ойын 423 мегабайт. Достар, бұл ойын Car Parking, яғни достарыңмен ойнай аласың. Кәдімгі GTA-дан аумай шығарылған режим, өте қызық ойын бұл ойында деген. Бұл ойынды 100 миллион адам тартқан. Смело ойнай берсіңдер болады. Графикасы да жақсы, достарымен де ойнай аласың, өте керемет. GTA-дан аумай шығарылған ойын. Смело ойнай берсіңдер болады. Бұл ойындардың бәрі Play Market'тен тарта аласыңдар. Ал бізде әрине ол 1-ші орынға біздеген қазір Bad Out 2 деген міне Bad Out. Бұл Bad Out City деген бұл ойын 444 мегабайтты ғана жейді, бірақ бұл ойынды 10 миллион адам тартқанымен бұның графикасы да өте керемет. Және де бұл ойында GTA-дан аумай шығарған өте керемет ойын. Достарыңмен смело ойнап, видео түсіруге де болатын ойын. Өте қызық ойын. Бұл ойынның ішінде міне көріп тұрғандарыңыздай өте кереметтей машиналармен жүре аласыздар, полициялардан қашып, көптеген миссияларды орындай аласыздар, және таксист бола аласыздар. Бар, деген бұл ойында өте қызық ойындардың бірі. Мен өзіме қатты ұнайтын ойын, бірақ та бұл ойын менің телефоныма көтермейді, яғни видео түсіруге. Бірақ телефон көтеретіндер бар болса, осы ойын смело тартып алып ойнай берсеңдер болады. Әрине бұл ойынның бәрі Play Market'тен тарта аласыздар. Ал осымен видеоны аяқтайтын шығамыз. Мен Аман Кезет. Видеоға лайктарын басыңдар. Тез подписчикке түссек, мен лайктарын басыңдар. Ал қош, сау болыңдар достар.